Бәріңе сәлем достар. Бұл видеода мен сіздерге кабачоктан икраның дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Икра дәл осы рецептпен өте дәмді, өте нәзік болып шығады. Ал енді дайындауға кірісеміз. Бізге керегі кабачок, сәбіз, жуа және чеснок. Барлығын қабықтарынан тазартып аламыз. Мен осылай барлығын тазартып алдым. Енді турауға кірісеміз. Дәл осы видеода көрсетілгендей кабачок пен жуаны кубиктеп тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Және чеснокты да өте ұсақ қылып турап аламыз. Көкөністердің барлығын дайындап алдым. Енді пісіріп бастаймыз. Мен үлкен шұңғыл кастрюль алдым. Кастрюльге күнбағыс майын құйып, қыздырып аламыз. Май қызды. Енді оған жуа, сәбіз, чеснокты салып, араластырып отырып 10 минуттай қуырып аламыз. Енді оның үстіне тұз, секер және туралған кабачоктарымызды саламыз да барлығын араластырып 30 минуттай қуыратын боламыз. Отыз минут өтті. Енді осыған бұрыш, томат пастасын қосып, жақсылап тағы да араластырамыз. Одан соң тағы да 10 минут араластырып отырып қуырып аламыз. Бұл икраны мен банкаларға сенімді түрде жабаламын. Өйткені икраға 9% уксус құйып араластырып, тағы 3 минут қайнатамыз. Содан соң икраның дәмін қарап алыңыздар. Егер тұзы, секері немесе бұрышы аздау болса, дәміне қарай тағы да қосуларыңызға болады. Дайын болған икраны ыссы күйінде біркелкі масса болғанша погружной блендермен езіп аламыз. Сіздерге бір кеңес айтайын, кабачоктың қабығын міндетті түрде алып тастаңыздар. Қабығын алып тастасаңыздар, икраларыңыз осындай сап-сары болып, өте әдемі түс беретін болады. Икраны блендермен езгеннен кейін тағы да газге қойып, бір қайнатып аласыздар. Икраны газге қойған кезде қақпағын жауып қойыңыздар, өйткені икра қайнаған кезде шашырайтын болады. Қайнап болғаннан кейін ыссы күйінде банкаларға осылай салып, қысқа жауып тастауларыңызға болады. Банкаларды алдын ала стерилизовать етіп қойыңыздар. Ыссы күйінде банкаларға салған соң, банкалардың аузын төмен қаратып, суығанша орап тастайсыздар. Икрамыз дайын болды. Менде өте әдемі икра шықты. Және де дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, осындай 4 банка шығады. Икраның дайындалу жолы өте оңай деп ойлаймын. Міндетті түрде дайындап көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар. Пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.